Ақылды бала, еврей ертегісі. Бұл ертеде екі дүкеншінің арасында болған оқиға екен. Олардың базардағы дүкені іргелес орналасыпты. Екі дүкеннің арасын жұқа тақтайлар ғана бөліп тұрыпты. Бір дүкенде май, екіншісінде қош иісті заттар сатылады екен. Қош иісті заттар сататын дүкенші бір күні кешқұрым базар жабылар сәтте көршісінің дүкеніне тақтай саңлауынан сығалап қараса, ол алтын динарларды қайта-қайта санап, қызыл орамалға орап жатыпты. Бұл да қосыла санап, көршісінің тура 165 алтын динарды қызыл орамалға түйгенін көріпті. Осыншама қазына қызғанышын туғызып, байғұстың іші оттай жаныпты. Шіркін-ай, соның бәрі менікі болса деп армандапты. Не істерін білмеген ол, ойбай, ұрлап кетті, ақшамды ұрлап кетті деп көшеге лезде базар күзетшілері жетіп келеді. Кім ұрлады деп ойлайсың, дейді олар. Білмеймін, ақшамды санап қызыл орамалға түйіп қойған соң, мына май сататын көршімнен басқа ешкім кірген жоқ. Орамалда тура 165 алтын динар бар еді. Күзетшілер көршісінің дүкеніне кіріп, тінтіп қарап, қызыл орамалға түйілген 165 алтын динарды тауып алады. Май сатушы: бұл менің өзімнің ақшам, мен ешкімнен ұрлап алған жоқпын десе де, күзетшілер оған сенбей, бас салып ұстап қараңғы қапасқа қамап қояды. Осы істі тергей бастаған сотқа анық-қанығын анықтау қиынға түседі. Кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс екенін ажырата алмай қатты қиналады. Бұл іс қала билеушісінің де назарын аударады. Бірақ ол да ештеңе шығара алмайды. Шынында кімге сену керек? Май сатушыға ма? Ақшамды ұрлаттым деп отырған оның көршісіне ме? Олардың қайсысы шын айтып отыр, қайсысы өтірік айтып отыр? Бүкіл қала осыны сөз қылады. Бұл бір шешілуі қиын іске айналады. Билеуші бір күні қала сыртында қыдырып жүріп, балалардың қызық ойынына кез болады. Әсіресе бір баланың: сот болып ойнайық, сен май сатушы боласың, сен оның көршісі боласың, ал мен сот боламын деген сөздерін естіп қалады да оларға көрінбей сырттай бақылап тұрады. Балалар үлкен қара тасты домалатып әкеліп, әлгі сот болам деген баланы соның үстіне отырғызады. Сотқа екі дүкенші болып, екі бала жүгініп келеді. Бұл 165 динар менікі. Мен оны май сатып таптым, дейді біріншісі. Жоқ, менің ақшаларым, дейді екіншісі. Мен оларды санап қызыл орамалға түйіп үстелдің жәшігіне тығып қойғанмын. Ал сен соны ұрлап алдың. Екеуін де тыңдап болған соң әлгі бала сот: тезірек маған бір табақ ыстық су әкеліңдер, дейді. Оны не істейсің деп басқа балалар таңғалады. Мен барлық динарды сол ыстық суға саламын. Егер судың бетіне май қалқып шықса, онда бұлар май сатушынікі. Ол күні бойы май сатады, қолы май-май болады, динарларға май жұқпай тұрмайды. Егер су бетіне ештеңе қалқып шықпаса, онда динар оның көршісінікі болады, дейді бала сот. Мұны естіген қала билеушісі тығылып тұрған жерінен шығып, балалардың қасына келеді. Сот болып ойнаған баланың бетінен сүйіп, аты жөнін, қайда тұратынын жазып алады. Үйіне келген соң қала билеушісі жұрттың бәрі күтіп жүрген соттың ертең болатынын қабарлайды. Бұл хабар лезде қалаға тарайды. Сот үйіне халық өте көп жиналады. Сотта екі дүкенші өз уәжін айтып болысымен, қала билеушісі бір табақ ыстық су мен алтын динар түйілген орамалды алып келуді бұйырады. Алтын динарларды ыстық суға салып жібергенде, судың бетіне май қалқып шыға келіпті. Табақты халыққа көрсетіңдер, депті қала билеушісі. Ақшаның кімдікі екенін жұрттың өзі көрсін. Әрине, май сатушынікі. Ақша май сатушынікі, деп шулапты көпшілік. Сол сәтінде ақша иесіне қайтарылыпты. Ал оның іші тар өтірікші көршісі қараңғы қапасқа қамалыпты. Жұрттың бәрі істі әділ шешті деп қала билеушісін мақтай бастағанда,
Ол әлгі сот болып ойнаған баланы жоғары көтеріп тұрып: «Қара ниет өтірікшіні әшкерлеген мен емес, мына ақылды бала» депті. Міне, ертегі осылай аяқталды.